Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін холодец әзірлейміз. Мынау кастрюльге мен су құйып, сиырдың сирағын салдым. Сиырдың сирағын салдым және осыған кішкене сиырдың етін қосамын. Мінекей, қазір отқа қоямын. Қайнағасын көбігін аламын обязательно, сосын ары қарай түсіндіремін. Қыздар, мінекей қайнап келе жатыр. Көбігін обязательно міндетті түрде аламыз. Көбігін бәрін алып болғасын, астын жай қойып, ұзақ қайнатамыз. Мінекей қыздар, етіміз әбден қайнады. Бұлбырап пісіп тұр. Міне бүйтіп вилкамен ұстағанда ет өстіп бұлбырап пісіп тұру керек. Мына қараңыздар. Осылай алынып тұру керек. Енді барлығын сүзіп аламыз, ал сорпасын ары қарай қайнатамыз. Болды. Енді астын кішкене сәл ашамыз да, осы суы, қараңыздар, осы суы тағы бір 2 есеге азайғанша қайнатамыз. Негізінде, егер холодец көп шықсын десеңіздер, осыншама суды алып, бұған агар-агар қосса болады, бірақ лучше өзінің натуральный неғылғаны жақсы. Кішкене ашамыз. Енді қақпағын жауып, су 2 есе тартылғанша тағы қайнатамыз. Осы кезде қыздар тұздаймыз. Тұзын абайлаңыздар, бұл 2 есеге азаяды, сондықтан абайлап қосыңыздар, бірақ сонда да тұзы басымдау болғаны жақсы болады холодецқа. Холодецтің тұзы аз болса, қазір тағы азайған кезде тағы бір дәмін көреміз. Қара горошек 4-5. Сосын бір 2 штук лавровый лист тастаймыз. Болды. Енді қақпағын жауып, су азайғанша осының, қазір мына жерде тұрды су примерно. Осы жерде тұр примерно. Су осынша болғанша қайнатамыз. Қыздар, барлық еті, бәрі пісті. Енді кәдімгі көрдіңіздер ме? Бұлбырап піскен. Осыны енді турап шығамыз. Осылай қолмен өстіп езіңіздер, пышақпен езбей қойыңыздар, өстіп қолмен езу керек. Сол кезде холодецті жеген кезде несі әдемі болып тұрады, консистенциясы. Пышақпен кессеңіздер 4 бұрышты болып, онша болмай қалады. Орысша айтқан кезде по волокнам дейді ғой, осылай. Қолмен үзіп шығыңыздар. Мынау қалауыңызбен, егер тек қана етпен турайым десеңіз, ол да болады. Турамайым десеңіз де болады, турайым десеңіз де болады. Өзіңіздің қалауыңызбен бұл. Негізі тураған жақсы. Қыздар, біздің неміз болды, уже дайын болып тұр, қайнап. Енді осыны жақсылап сүзіп алуымыз керек. Ішіндегісін бәрі қалсын, мусор нелер болмауы керек. Чеснокты өзіңіздің талғамыңызға қарай. Көп қосқыңыз келсе көп қосасыз, аз қосқыңыз келсе аз қосасыз. Мен енді чеснокты жақсы көремін өзім. Сондықтан чесногын басымдау болам. Болды, тұзын бәрін дәмін көрдім. Тұзы, бұрышы бәрі әдемі болып тұр. Цветін қараңыздар, қандай күшті, сап-сары болған. Тұзы әдемі, басымдау болу керек тұз. Потому что ет тұзсыз қайнаған, ол еттің тұзды қайнату үшін оған тұз қосса, соны бұл қайнай келе ашықты болып кетеді. Сондықтан ет тұзсыз қайнайды. Енді формамызды аламыз. Бәрін бүйтіп араластырып алайық, біркелкі болу үшін. Формамызға етімізді саламыз. Осылай.
Мен тағы екінші формаға кішкене істеп жүрейін деп отырмын. Сорпам көбірек екен. Осыған құямыз кәдімгідей. Қалған екінші формаға қалады. Болды. Мына беті қатқанша өстіп беті ашық күйінде салқын бөлмеге апарып қоямыз. Сосын уже беті қатып неғасын бетіне салафан жабамыз. Екіншісіне салайын қазір. Болды қыздар. Енді салқын жерге апарып қоямыз. Ертең мұздайды, сосын сіздерге кесіп көрсетемін. Бетіне шет-шетін немен не қыламыз? Бетіндегі майын алып тастасаңыздар болады. Мынау майын. Болмаса маймен де қолдана берсеңіздер болады. Тайлатамызға шақ болмай қалды.